Ғалымда, шахтерда бас иетін, ұстазым бар сенің қасиетің. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Ақбөпе, алғаш мектеп табалдырығы аттағаның есіңде шығар, алғашқы ұстазың кім еді сенің? Әрине, мектеп бітіргеніңізге біраз уақыт өтсе де, кеше ғана барғанда есімізде, мектепке кіргенде менің Жұматаева Рысты деген апайым күлімдеп қарсы алып, Алтын мектебіме жол көрсетіп, партама отырғызған еді. Бәрекелді, менің де бірінші сыныпқа барғаным ерекше болды. Бірінші сыныпқа баратынның алдында анамнан сұраймын ғой, менің ұстазымның аты кім деп, сонда анам Доғдыркүл дейді. Жалпы енді ол кезде мектепке бармағанбыз, кішкентаймыз. Сол кезде менің ұғымымда Доғдыр деген тек қана укол салатын, ине салатын адам ретінде ұғымымда болған. Сондықтан мен кішкене қорыққан болдым. Кейіннен кейін барып, шын аты жөні Доғдыркүл Бердібаева екенін білдім. Қорықпай мектепке бара бердіңіз одан кейін. Иә. Құрметті көрермен, ұстаздарды еске түсірудің реті бар екенін түсініп отырған шығарсыздар. Қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздар күні өткені. Мейрамға байланысты бізде мерекелік шығарылым. Бүгіннің алаңында ұстаз деген ұлы есімдерді ұлықтаймыз. Қымбатты көрермендер, сіздер де бағдарламаға атсалысып отырыңыздар. Біздің WhatsApp нөмірімізге ұстаздарыңыз жайлы қызық оқиғаларыңызды, естеліктеріңізді жаза отырсаңыздар болады. Онымен бірге мына сауалға да жауап берсеңіздер. Алғашқы мұғаліміңіз есіңізде ме? Иә немесе жоқ деген екі нұсқаның бірін таңдау арқылы жауап бере аласыздар. Сауалнамаға қатысу үшін экранның шетінде тұрған 4 QR кодқа телефоныңыздың камерасын қосып жақындатсаңыз, содан кейін біздің Telegram арнамызға қосылып, сол жердегі сұраққа жауап бересіздер. Белсенді болуға шақырамыз. Сонымен бүгін біздің студияда ұлағатты ұстаздар. Мерекелеріңізбен біздің студияға қош келдіңіздер. Бұл студиямызда қарапайым мұғалім жоқтың қасы. Дұрыс. Ақбөпе, бүгін мереке болғандықтан ұстаздарға арнайы біздің дайындаған гүл шоқтарымыз бар, соны табыс етсек. Ал, мерекелеріңізбен елдің келешегі үшін оқушы дайындап, білім бәрмесі. Бүгін мектептен де гүл алған шығарсыздар, біздің гүл енді артық болмас. Мінекей ағай, мерекеңіз құтты болсын. Сонымен сіздерді құттықтадық, сіздер қандай марапатқа, қандай құрметке болса да лайықсыздар. Енді біздің бағдарламамыз 1 сағатқа шақталған. Осы бағдарлама барысында ойларыңызды еркін айтып, қызықты оқиғаларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Біз енді алғашқы сұрағымызды осы жерде 40 жылдан аса ұстаздық еткен Күшай ағамыздан бастасақ. Аға, қош келдіңіз, мерекеңіз құтты болсын. Ақбөпе, тағы бір сүйінші жаңалық. Күшай ағамыз қазір ғана Нұрсұлтан қаласының құрметті педагогі деген төсбелгіге ие болды. Құтты болсын дейміз. Құтты болсын. Онда өзіңізден бастайық. Сұрақ қойықшы. Жалпы біраз уақыт дем алдыңыздар. Пандемия, карантин болды. Жалпы осы карантин талаптары күшейіп тұрған кезде үйде онлайн сабақ бердіңіздер. Жалпы пандемия ұстаздарға қалай әсер етті? Енді пандемия ұстаздарға оңай тиген жоқ. Әсіресе алғашқы басталған кездерінде қиынырақ болды. Онлайн сабақ беру мәселесіне ұстаздар дағдыланған жоқ. Оқушылар да оған үйрене қалмады. Біраз қиыншылықтарға душар болды да. Бара-бара жаңағы онлайн сабақ беруге қай-қайсымыз дағдыланып, оқушыларымыз да өзімізде. Сонымен қатар ақпараттық технологияны игеру мәселесі бұрын көп мән бермеген болсақ, оны толығынан игеруге үлкен септігін де тигізді деп ойлаймын. Сондықтан енді пандемиядағы оқыған онлайн оқытулардың оқушылар үшін де, ұстаздар үшін де қиыншылықтар да болды, пайдасы да болды деп айтуға болады. Қазір енді сол оқушыларыңызбен қауышып, көңіліңіз жайланып отырған шығар? Әрине, көңіл жайланды, жақсы болды. Енді мұндай пәлені Алла бермесін деп дейміз. Күшай ағамыз математикадан үйге тапсырма беріп, онлайн жүргізуге енді ыңғайлы деп ойлаймын. Мына жерде гуманитарлық саласында ұстаздар отыр, мұғалімдер отыр. Сарвар, географиядан сабақ бересіз. Қалай болды сізге? Мен енді бір жағынан өзім жаспын, екінші жағынан бағдарламаны жетік меңгергенмін. Мен үшін бағдарлама жаңалық емес. Және мен сабақ барысында көбінесе визуалды деректерді кеңінен қолданамын. Мысалы, оқушылар кітаптағы мәтінді оқуы мүмкін, бірақ оны есте сақтау қиын болады. Яғни тез ұмытып қалады адам. Адам егер көретін болса, көз арқылы, бейне арқылы, аудио арқылы, сол арқылы көрген кезде ол есте көбірек сақталады.
географияның ең басты құралының бірі деп айта аламын, яғни географиялық карталарды. Карталар арқылы біз елдерді көре аламыз, жалпы жердің орналасуы, қай елмен көршілес орналасқан, қандай нысандар бар, тау, өзен, көл, тағы басқа деген сияқты, сол нысандарды кітаптан оқымай-ақ картадан көріп, есте сақтауға мүмкіндік бере алады. Және сабақ барысында мен сол мәтіндік ақпараттарды көбінесе оқушыларға визуалды түрде көбірек ұсыну арқылы оқушылардың есте сақтау қабілетін арттыруға ықпал етемін. Және мына пандемия кезінде осы жаңағы әдіс тәсілдерді маған көмек болды, және оқушыларды қазіргі таңға дейін мен біраз болса да білімдерін жетілдіре алдым деп айта аламын. Және өзімнің жеткен жетістіктерім ішінде ең үлкен жетістігім телевидение саласында 1 жыл мен сабақ бердім, яғни Балапан телеарнасынан. Телеарнадан, ол менің сабағым бүкіл Қазақстан көлемінде, республиканың түкпір-түкпірлерінде ауылдық мектеп болсын, қалалық, яғни оларға көрсетілді. Яғни мен ұстаз болғаны бір жағынан қуаныштымын, өйткені мен өзімнің шеберлігімді бүкіл республика көлемінде балаларға үйретіп жатқаныма, ұстаздық жолында қызмет етіп жатқаныма, осы елдің дамуына, Қазақстанның дамыған елдердің қатарына қосылуына атсалысқаныма мен өте қуаныштымын. Және әлемде 7 дамыған елдердің қатарында, мысалы ақш, Канада, Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия және Жапония елдерін айтамыз, үлкен жетілік елдер деп айтамыз. Және осы алдағы болашақта біздің Қазақстанның жас бүлдіршіндері біздің орнымызды басады, олар ертең біздің орнымызда олар мұғалім болуы мүмкін. Елге қызмет еткен кездерінде, осы бір кездері бізде Қазақстанды әлемнің дамыған жетілік елдерінің қатарында екенін көрсек, біз үшін үлкен бақыт деп айта аламын. Бір жағынан деп қалды, ұстаз болу, бір жағынан мен үшін үлкен бақыт деп. Жалпылама бақыт шығар сізге? Бақыт, өйткені бұл мамандық екінің біріне бұйыра бермейді. Мысалы, Ыбырай Алтынсаринның мынандай әдемі сөзі бар: мен үшін мұғалім, жақсы мұғалім, мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық деп айтқан. Өйткені ол мектептің жүрегі. Мемлекеттің қай саласын алатын болсақ, экономика саласын алсақ та, әлеуметтік салаларды алсақ та, барлық өнеркәсіп саласын алатын болсақ та, барлығында қызмет етіп жатқан қазіргі мамандардың барлығы ұстаздың алдынан өтті. Жаңағы кенші да, диқаншы да, металлург комбинаттың қызметшісі де, яғни барлығымыз кімге қарыздарымыз? Ұстазға қарыздарымыз. Яғни менің осы дәрежеге жетуімде, яғни маған сабақ берген ұстаздарымның арқасы деп білемін. Мен де бір кездері жазуды, оқуды үйрендім. Қай мектепте оқыдыңыз, қай жақта? Мен оңтүстік Қазақстан, яғни қазір Түркістан облысы деп айтсам болады, Шымкент қаласы, үлкен мегаполис, қазір өз алдына жеке маңызы бар республикалық қалаға айналып отыр. Номер 113-ші Әл-Фараби атындағы жалпы орта мектепті бітірдім. Және 2007 жылы осы Нұр-Сұлтан қаласына, бас қалаға, Евразия ұлттық университетіне грантқа оқуға түстім. Және сол кезден бастап осы бас қалада қызмет етіп, бүгінгі таңда осы 10 жыл ішінде жалпы ұстаздық жолында 10 жыл еңбек етіппін мен. Өзімнің былай адам не істедім деген сұрақ қояды ғой, мен жалпы 10 жыл ішінде не істедім, қандай қызмет атқардым деген сияқты. Мен яғни бір мекемеде басқа мекемеге ауыспай, яғни ағаш бір жерде көгереді деген мақалда бар ғой. Соған кішкене сол мақалға сүйене отырып, мен қазір өзімнің ұстаздық жолымды осы бас қаладағы номер 57-ші Мәшһүр Жүсіп атындағы орта мектепте қызметімді жалғастырып жатырмын. Өз мамандығыңызға берілген екенсіз. 10 жыл дейді, бақыттымын дейсіз. Бірақ бір анау бұзық оқушылар, бір ренжіген кездеріңіз, мынау мұғалім деген мамандық қиын екен-ау деген ой келген жоқ па сізге? Енді ол әр мұғалімнің басында болады. Қиын оқушылар әрине барлық класста да болады. Бүкіл класста ондай тұстар да бар ғой. Бар, бірақ деген мұғалім деген өзінің мамандығын шын сүйетін болса, мамандығына деген қызығушылығы болатын болса, ол оқушыларды соған табандылық таныту деген мұғалімнің қасиеттерінде болу керек. Шыдамдылық деген бар. Және оқушының алдына мұғалім әрқашанда өзінің шеберлігін көрсетіп, оларды өзіне баурай алу керек. Егер оқушыны мұғалім баурай алатын болса, оқушы мұғалімнің артынан жүгіреді. Яғни бізде кейбір оқушылар болады, мұғалімнен қашады керісінше. Біз керісінше оларды баурап, оларға тек қана білім ғана емес, өзіміздің сүйіспеншілігімізбен, өзіміздің қызығушылығымызбен, өзімізді бар жан дүниемізбен оларды өзімізге баурай алатындай болуымыз керек деп ойлаймын. Үздік педагог 2021 республикалық байқауының жеңімпазы. Тағы бір жеңімпазы Әйгерім ханым студиямызда отыр. Сіздің де тәжірибеңіз жайлы білгіміз келеді. 2021 жылғы Сарварға қарап отырып, Сарвар нағыз мұғалім екен, тоқтамай сөйлейді.
Негізі Сарвар бізде 1 сағатқа шақталған эфиріміз, сондықтан ойыңызды қысқа жеткізсеңіз. Мақал бар ғой. Бізде қанша шебер мұғалім болса да, 45 жыл мұғалім болсаң да 45 минуттық сабағыңа дайындал деген ұғым бар. Яғни біз Бүгін дайындалып келдіңіз. қанша шебер болсақ та бәрібір сабаққа дайындықсыз кірмейміз. Алдын ала, яғни біз өмір бойы оқытып жүріп өз алдына, ал өмір бойы білім алумен де боламыз. Өйткені күн сайын білім жаңарып жатыр, жаңа ақпараттар шығып жатыр, күн сайын әлем өзгеруде. Қазір 21 ғасыр әлем Әйгерімге сөз бөлейік. Рұқсат болса. Жақсы. Рахмет Ақбөпе. Мына эфирге келгеніме өте қуаныштымын. Қарағанды облысының атынан. Мен қарапайым ғана ауыл, Қарағанды облысы Шет ауданындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясында 15 жыл қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Енді жаңа Сарвар мырзаның айтқан сөзі, мен бір жағынан дегенді Саян мырза, Сәкен мырзада түртіп қалды. Енді мен айтқым келеді, мүмкін Сарвар шынында бір жағынан бақытты шығар, енді мен барлық қырынан мен бақыттымын деп ойлаймын. Неге? Себебі мен барлық оқушыларымды жақсы көрем, және мен оларда мені жақсы көретінін білемін. Оқушыларыңызға сәлем жолдап қойсаңыз болады. Құрметті менің сүйікті оқушыларым, мен сіздерді жақсы көрем, өмірде тұлға болып қалыптасуларыңызға титтей де болса үлес қостым деп ойлаймын. Енді алға мен өзім ойлаймын, адам баласы мысалы мынау жаңартылған білім мазмұнына келген кезде барлығы оны шошып қабылдады, иә? Содан кейін біздің нақты қазақ тіліне келетін болсақ, грамматикалық тақырыптарды ысырып қойды да, лексикалық тақырыптарды алға тартты. Яғни біз балаларға зат есім дегеніміз, ол заттың атын білдіретін сөз табы деп емес, енді кітапты көрсеткенде бала зат есім екенін білу керек, қаламды көргенде ол зат есім екенін білу керек, иә? Сол сияқты соны басты назарға соны алдық. Яғни ережеге емес, бала функционалды сауатты болу керек. Енді мен жалпы ойлаймын, бұл жаңартылған мазмұны келмей тұрып-ақ, мүмкін мен осыны өзімнің тәжірибемде қолданған шығармын деп. Себебі мен оқушыларға өздеріне ереже шығартуды, өздері қорытынды шығаруды мақсат еттім. Және ең бастысы, білімді басқа тоқыған интеллектуалды монстрларды емес, сол бастағы білімді жүрекке өткізе білген, рухани таза, кішіпейіл, мейірімді, қазақи болмысты, ұлттық құндылықты бойына сіңіре білген ел азаматтарын тәрбиелеуді басты назарға қойып отырмын. Жақсы, рахмет. Нұрдәулет, қазір оқушылардың ағылшын тілін оқуға деген ниеті қандай, құлқы қандай? Ынтасы күшті қазір оқушылардың. Оған не себеп деп ойлайсың, Нұрдәулет? Біріншіден, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін міне біз өте қуаныштымыз. Осындай елордамыздың төрінде, осы кәсіби мерекемізде, елорданың төрінде, осындай бүгін бағдарламасында қонақта болғанымызға өте қуаныштымыз. Сіздерге осы бағдарламаның ұйымдастырушыларына үлкен алғыс білдіремін біріншіден. Және де өзімнің осы Қазақстан өңіріндегі барша әріптестерімді бүгінгі кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтағым келеді. Еңбектеріңіз әрқашанда жемісті болсын, шәкірттеріңіз әрқашан сіздерді қуантып жүрсін, жемісті де жеңісті күндеріңіз көп болсын. Енді сұраққа келетін болсақ, ағылшын тіліне қызығуға не себеп? Бүгінгі таңда ағылшын тілінің қызығатын оқушылар саны өте көп. Жастарымыз ағылшын тілін қызығып оқиды. Оның бір себебі, яғни бүгінгі таңда бізге жоғары талап қойылып отыр. Бәсекеге қабілетті елдер қатарына қосылу. Бізге бәсекеге қабілетті елдер қатарына қосатын кім ол? Бізге жастар. Сонау Мағжан атамыз бұған дейінгі қаншама біздің жоғары буын ағаларымыз бізге сеніп кетті ғой. Мен жастарға сенемін деп. Яғни осы бәсекеге қабілетті балаларды дайындау мақсатында біздің балаларымыз бүгінгі таңда өйткені ағылшын тілі бұл әлемдік тіл, бұл кез келген технологияның тілі. Ағылшын тілін білу арқылы балалар көп нәрсеге қол жеткізе алады. Қанша жылдық тәжірибеңіз бар сіздің мектепте? Менің тәжірибем 9 жыл. Мектепте 9 жыл жасаймын. Жас ұстазбын дейді, 9 жылда ол үлкен уақыт қой. Осы ретте құрметті көрермен, WhatsApp-қа өздеріңіздің ұстаздарыңыз жайлы естеліктеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ал қазір біз шағын жарнамаға үзілеміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біздің сіздерге сұрағымыз бар. QR-код арқылы өтіп, Телеграмдағы сұрағымызға жауап берсеңіздер болады. Алғашқы ұстаздарыңыз естеріңізде ме? Иә, немесе жоқ деген жауабымыз бар.
Ал Жомарт Қарамбаев мырза, студиямызға қош келдіңіз дейміз. Сіз де бастауыш сынып мұғалімі болып бастадыңыз ғой қазір министрлікте. Дәл осы комитеттің төрағасының орынбасары болып отырсыз. Жалпы ұстаздардың бүгінгі жай-күйі қалай? Өзіңізден естейікші. Рахмет сұрағыңызға. Ең алдымен барша ұстаздар қауымын министрліктің атынан осы келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық табыс, үлкен жеңістер тілеймін. Ал осы студияда отырған әріптестерімді, әсіресе міне жас әріптестерімді екі есе құттықтаймын. Ол біріншіден ұстаздар күнімен, екінші мына еліміздегі ең үлкен жоғары марапатпен шын жүректен құттықтаймын. Оның сіздердің еңбектеріңіз. Енді біздің елімізде тағы да бір үлкен марапаттар бар. Ол мемлекеттік марапат, ол Қазақстан білім саласына еңбек сіңірген ұстазы деген, соған жетіңіздер. Қазірдан бастап Қазақстан тағы да конкурсқа қатысып жатыр. Ол дүниежүзілік мұғалім деген, оған да қатысып, онда да көрейік сіздерді. Шығармашылық табыс тілеймін. Осынан тоқтамаңыздар, ары қарай өздеріңіз тәжірибеңізді ұстаздарға таратыңыздар деп тілеймін. Ал бүгінгі күні ұстаздар көңілі жақсы деп ойлаймын. Өйткені сіздер білесіздер, тәуелсіз жылдары білім беру саласына ерекше көңіл бөлініп келеді. Міне осы еліміздің іргесін қалаушы ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздардың мәртебесін арттыру мақсатында көптеген жұмыс елімізде атқарылып жатыр. Ол ең бастысы осы 2019 жылы қабылданған педагог мәртебесі туралы заңы. Оны міне біздің әріптестеріміз бәрін сезіп жатқан шығар. Ең алдымен негізгілерін айтып өтейін, ол педагогтердің жалақысы екі есе көбейеді. 2020 жылдан бастап бізде елімізде 500 мыңнан астам ұстаз осы 25%-ға олардың еңбекақы көтерілді. Енді алдымыздағы 22 жылда қаңтар айынан бастап тағы да 25%-ға көтеріледі. Содан кейін тағы да айта кететін жайт, қазір мұғалімдер ұлттық бірыңғай тестілеуді өтіп, аттестаттан өтіп, өздерінің шеберлігі үшін 30%-дан 50%-ға дейін қосымша төлемақы алады. Одан басқа мектеп директорларын, орынбасарларын алсақ, олар да осы аттестаттан өтіп, өздерінің оның қорытындысы бойынша 50%-дан 100%-ға дейін қосымша төлемақы алады. Қазір мұғалімнің орташа жалақысы қанша? Өткенде министрдің алдына бір ұстаз 500 мың алам деп мақтанып айтып жатты. Ондай да бар. Ол енді оның біліктілік санатымен байланысты, және оның алған сағаттарымен байланысты. Және қосымша тағы да төлемақылар бар. Ол магистр дәрежесі үшін, дәптерді тексерген үшін, сынып жетекшілік үшін, тәлімгерлік үшін көптеген осындай нелер бар. Және осы оқу жылдан бастап мектеп мұғалімдерінің апта жүктемесі, оқу жүктемесі 18 сағаттан 16 сағатқа төмендетілді. Осындай көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан оны барлық әріптестерім сезіп жатыр деп ойлаймын. Ұстаздар мәртебесі жиі айтамыз. Пандемияда біраз көтеріліп қалды ұстаздың мәртебесі. Ата-ана да, бала да қадірін түсінді ұстаздардың. Осы Жомарт ағамыз айтпақшы, ұстаздар туралы, жалпы педагог туралы заң жобасы көптеген ұстаздардың жаңаша ойлауына, жаңаша көзқараста болуына үлкен ықпал етті. Жалпы жаңа сіз ұстаздарға көрсетіліп жатқан қолдаудың бір парасын айтып өттіңіз. Қалған сюжеттен көрейік, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Еліміздің әл-ауқатын дамыту мен экономикасын жетілдіру жолындағы ұстанған басты басымдықтарының бірі білім беру мен ғылым саласы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әр жолдауында білім берудің әлеуетін арттыру, оқытушыларға берілетін жалақы мәселесіне маңыз беріп келеді. Сондай-ақ педагогтарды әлеуметтік қолдау мәселесіне де ерекше назар аударып, биылғы жолдауында олардың біліктілігін енді 5 жылда емес 3 жыл сайын арттыру қажеттігін айтты. Халықаралық олимпиада жеңімпаздарына, оқушыларға конкурссыз грант беру, ал жетекшілеріне материалдық қолдау көрсету керектігіне назар аударды. Одан бөлек биылғы қаңтар айынан бастап педагогика саласы қызметкерлерінің жалақысы 25%-ке көбейді. Алдағы 3 жылда осы мақсатқа тағы 1,2 триллион теңге жұмсау көзделген. 1-қыркүйектен бастап мектептің мұғалімдері оқу жүктемесі 16 сағатқа азайды. Оның алдында мектептегі мұғалімдер бір ставкасы оқу жүктемесі 18 сағат болатын. Үкімет қаулысында 1190 қаулы біздің жалақыға байланысты
дәптер тексеру және сынып жетекшілікке жалақы төлемақылар 2 есе көбейді. Жалпы еліміздің білім беру және ғылым саласының алдында кезек күттірмес ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Ол қазақстандық білімді білім берудегі әлемдік көшбасшылардың деңгейіне шығаруды жүзеге асыру міндеті. Мына студия қонақтары көрдіңіздер, жалпы мемлекеттің жалпы ұстаздарға деген жасап атқан жақсылығы десек болады, қолдауы десек болады. Жомарт мырза айтып өтті, мен де қосымша ақпарат айта кетейін. Халықаралық конкурстар мен жарыстардың жеңімпаздарына түрлі олимпиадалар мен спорттық жарыстардың лауреаттарын дайындаған педагог 3 лауазымдық жалақыға дейін бір жолғы сыйақы төленеді дегенде бар, дұрыс. Енді Күшай аға сізге сұрақ қойықшы. Жалпы осындай қолдауды сезініп жатсыздар ма? Жалақы жақсы ма аға? Әрине сезініп жатырмыз. Әр педагог сезініп жатыр. Бұл үрдіс енді сол жаңағы 2019 жылы бекітілген ұстаз мәртебесі туралы заңнан кейін. Жалпы Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның берген бір несі бар, енді ұстаздар жалақысын 2 есе қосуға байланысты. Осы шешімнен кейін көптеген өзгерістер пайда болды да. Бұл енді әр ұстазға сезіліп жатыр. Әсіресе маған көбірек сезіледі, өйткені менің әртүрлі мәртебем бар. Жылым жоғары, магистр да бар, мастер дәрежесі де бар деген сияқты. Біраз Маған көбірек сезіледі дедіңіз, қанша жалақы алып отырсыз? Енді сол 500-ге жақындайды. Жақсы ғой, бұл мұғалім жарты миллион жалақы алса қандай әдемі. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, мен математикпін, сөзге сараңдаумын деп. Сол математикадан шетелдік университеттерге, елдегі үздік университеттерге түсіп жүрген оқушыларды тәрбиелеген ұстазсыз. 43 жылдық тәжірибеңіз бар. Бұл салада өте көп еңбектену керек қой, мұндай нәтижеге қол жеткізу үшін. Ақпарат айтып берейінші, Күшай ағамыз осы елімізге 10 жылдың көлемінде, 14 жылдың көлемінде өлшеусіз үлес қосып келе жатыр. Бірнеше бағдарламалардың, бірнеше жалпы еңбектердің авторы бұл кісі математикадан. Оның сыртында оған дейін көрші елде Моңғолияда ұстаз болған, директор болған, білім басқармасын басқарған, солай ма аға? Солай. Енді жаңа еңбектеріңіз туралы айтып өтсеңіз, сіз айттыңыз, атақ дәрежем бар дедіңіз. Ол қандай еңбек, бізде біліп отырайық? Енді бұл жерде менің енді алға қойған негізгі мақсатым дарынды шәкірттер тәрбиелеуге өз үлесімді қоссам деген осындай бір асыл ой арман болған Қазақстанға келгенде. Одан бұрын енді Моңғолияда жұмыстаған кезімде де сол істің жетегінде көбірек көңіл бөлетінмін, көбірек уақытымды бөлетінмін. Дарынды оқушылармен оларды тәрбиелеп, олимпиадаға дайындау деген сияқты. Одан кейін мен ата жұртқа оралғаныма да 14 жыл болды. Енді кешірім етіңіздер, осы орайда мен тағы да өзімнің туған жерімдегі ағайын туыстарымда, ондағы әріптестеріме, өзімен бірге көп жыл бірге ұстаған ұстаздарға да осы орайда сәлем жеткізе кеткім келеді. Отаннан ыстық сәлем жолдап отыр. Отаннан, туған жерден, атамекеннен ыстық сәлем жолдасам деп ойлаймын. Онымен қатар енді бұл жерге келгеннен кейінгі жетістік, енді мен ата жұртқа келгеннен кейін керек екенімді танып, қолдап, қоршаған мектеп коллективтері бар. Бұнда бірінші айтам, мен Астана қаласының нөмір 9-шы дарынды балалар мектебі, онда 11 жыл қызметтедім. Одан кейін қазір нөмір 66-шы мектеп лицейінде қызмет істеп жатырмын. Ол мектепте қызмет істегеніме де 3 жыл. Осы мектептің қолдауы, қоршау арқылы көптеген жетістіктерге жеттім. Ойлаған ой арманымды өзімше біраз орындадым да ойлаймын. Жаңағы ұстаз адамның жететін жетістіктері қандай болса, соған мен жетуге тиістім деген өзімде ой арман болды да. Бұнда біріншіде жаңағы дарынды балалар тәрбиелеу, соның ішінде оқушылардың ой қабілетін жетілдіруге арналған бағдарлама жасадым. Ол жаңағы ой дамыту және математикалық логика деген авторлық бағдарлама. Бұл бағдарлама юстиция министрлігіне бекітіліп авторлық құқық берілді. Әділет министрлігінен. Әділет министрлігінен. Қазір бұл бағдарлама шеңберінде бір 30-дай кітап жазып шықтым. Олар жаңағы оқушының жұмыс дәптерінен бастап, мұғалімнің әдістемелік құралдар, оқу құралдар деген сияқты. Бұл материалдар енді қазақ елінің игілігіне жарап жатқанына қуанамын мен.
бұл материалдар жаңағы Қазақстан көлемінде көптеген мектептерде қосымша вариативті курстар болады. Осы курстар бойынша балаларға оқытылып жатыр. Балалардың логикасын жетілдіру, ойын жетілдіру. Енді математиканың бір ерекшелігі математикалық білім берумен қатар оқушыларды жаңағы ой қабілетін жетілдіріп, оларды еркін ойлай алатын сондай дәрежеге жеткізу. Осы жағынан біраз жұмыстар істедім ғой деп ойлаймын. Оқушыларыңыздың арасында сіздің жолыңызды қуып математикадан мұғалім болам дейтіндер көп пе, әлде қазіргі оқушылар кім болам дейді өзі? Енді оны былай айтамыз. Жаңағы мұғалім мәртебесі туралы заң бекітілді деп жатырмыз. Мұғалімнің мәртебесі көтерілді деп жатырмыз. Айлығы жоғары көтерілді деп. Бір кезде мен ренжитімін. Мұғалімнің айлығы өте төмен, мәртебесі жеткіліксіз, сондықтан бірде-бір оқушы. Мысалы, мен жаңағы Зерде мектебінде дарынды балалар 11 жыл қызмет істедім. Сол кезде қаншама мықты шәкірттер бітірді, бірақ бірде-біреуі мұғалімдік маман таңдаған жоқ. Бұл не, жаңағы мұғалімнің мәртебесі төмен болуына байланысты. Енді ол болады деп ойлаймын мен. Өйткені жаңағы біздің мұғалімнің мәртебесін көтеру туралы заңымыз бекітілді, айлықты еселеп қосып жатырмыз. Жаңа мен 500 алып жатырмын деймін, басқалар да 500 ала алады. Енді қайтып жатыр. Жаңағы түскен студенттердің өзінде жәрдемақы беріп жатыр. Оларға үлкен жеңілдік берілді. Студенттердің де стипендиясы көтерілді. Бұдан болып жаңағы мықты оқитын оқушылар енді түсуге талпынады. Одардан мықты мұғалім шығады. Қуанышқа орай, алтын белгі иегерлерінің саны, педагогикалық мамандыққа түскен саны артып жатыр. Сосын осы педагогикалық факультетке түсетін студенттер, ол қазір шектеу балл 70-ке көтерілді. Сондықтан жаңа айтып отырсыздар, олардың алатын міне стипендиясы дейміз, олар да көтеріліп жатыр. Мұғалім болам дейтін жастар көбейіп жатыр. Ақбөбек Күшай ағамыз туралы тағы бір мәлімет айтып кетейін. Бұл кісінің тағы бір жеңісі бар. зерттепсіз ғой Күшай ағайымызды. Күшай ағамыздың шәкірттерінің көбісі Назарбаев университетінің студенттері қала берді. Шетелдерде де әрі беделді оқу орындарының студенттері. Солай ғой аға? Әрине. Қандай ерекшелігіңіз бар? Қайтып сабақ бересіз балаларға? Енді бұл жерде жаңа мен айтып жатырмын, оқушылардың ой қабілетін жетілдіруге көбірек назар аударамын деп. Бұл жерде мен де енді бір жеке дербес тәсіл деп айтуға болады. Қазір көп айта беремін мен. Балаларға шығармашылық тапсырма беріп, соны қорытындылау деген. Мысалы, енді мұғалім үшін бір қиын жағдай бар да, күнделікті тапсырма беру, оны күнделікті қорыту, әр баладан сұрау деген сияқты нәрсе өте қиынға түседі. Көбінесе жаңағы тапсырма беріледі де, 1,5 оқушыдан тексеріледі де, көбі тексерілмейтіндіктен, ол тапсырманың көбі орындалмайды. Осы мәселені шешу жолдарын мен Зерде дарынды балалар мектебінде жүргенде қолға келтірдім деп ойлаймын. Қазір де соны қолданудамын. Ол жаңағы әрбір тақырып бойынша, өтілген бір тарау бойынша мен шығармашылық тапсырма деп аталатын тапсырмалар әзірлеймін. Оны балаларға алдын ала беремін. Ол бір апта, 2 апта бұрын беріледі. Балалар соны өз бетімен орындайды. Менен көмек алады, басқадан көмек алады, ізденеді. Оны жаңағы жазбаша тапсырады. Қайтып мұғалімнің алдында қорғайды. Одан бірнеше рет қорғап, жаңағы балын жоғарылататын мүмкіндіктер туады. Бұл әдістеме арқылы бала нақты шығармашыл тұлға болып қалыптасады. Бұл әдістеріңізді жастар да қолданатын сияқты. Әйгерім айтыңыз. Бұл әдісті қазіргі тілмен төңкерілген сынып деп айтады. Микрофоныңызды алып алсаңыз қолыңызға. Төңкерілген сынып деген әдіс дейсіз. Бұл әдісті қазір төңкерілген сынып деп айтады. Алдын ала балалар өздері зерттейді, біліп келеді, танып келеді. Ал мектепке келіп мұғаліммен әрі қарай зерттейді, ойларымен бөліседі. Яғни шығармашылықтар артады. Мен ағаймен келісемін. Өте тамаша әдіс. Балалардың шығармашылығы артады. Сарвардың да өзіндік ерекшелігі бар сияқты сабақ беруде. Айтып беріңізші. Сыныптағы 25 бала емес, республиканың баласына білім берген ұстаз ғой. Қазір менің бір қуанатыным, осы жылдан жылға менің басқа мектепте оқырмандарым көбейіп жатыр. Яғни басқа мектептен менен сабақ алғысы келетін оқушыларды мен көріп жатырмын. Әлеуметтік желі жүргізесіз бе? Иә. Жоқ, желі болмаса да менің телефонымды тауып, менімен байланысқа шығып, менен қосымша сабақ алғысы келетін оқушылар көбейіп жатыр. Осы 2021 жылда сондай оқушыларды мен көріп жатырмын. Яғни бұл менің сабағымның ерекшелігі, яғни менен білім алғысы келетін жастардың көбейіп жатқанын мен өте қуанамын. Және қазір мынау жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мен салыстырмалы түрде айта аламын, алғашқы мектепке кірген жылыммен қазір 10 жыл ішінде үлкен
айырмашылық бар екен менің сабақтарымда. Өйткені мен алғаш кірген кезде қандай маман болса да, оқу орнын енді бітірген маман тәжірибесіз өзін шебер деп айта алмайды. Оқушының алдына кіру бір басқа, ал білім алу өз алдына бір басқа. Қанша мықты білім алғанымен әдіс тәсілдерді тиімді қолдана алмайтын болсақ, біз оқушыларды білімін көтере алмауымыз сөзсіз. Тура осындай жаңашылдықты жақсы көретін ұстаздар баршылық. Солардың бірі алматылық Ұлан Үсенов. Ұлан химия пәнінің мұғалімі, оны ерекшелеген TikTok. Осы желі арқылы Ұлан оқушыларға химия пәнін ерекше тәсілмен түсіндіреді екен. Көрейік. Өзінен анығын білейік қазір. Біздің журналистер білген еді, соны тыңдап көрейікші. Қайырлы күн, Ұлан. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Здравствуйте. Спасибо большое. TikTok арқылы оқушыларға сабақ өткізесіз, түсіндіресіз. Мұндай ой қайдан келді? Это было достаточно логично, с учетом того, что сейчас дети сидят в социальных сетях очень много, и в большинстве случаев там видео и весь контент, наверное, не совсем образовательный, поэтому я решил попробовать зайти туда, где есть дети в свободное время, и привнести туда тот предмет, который я преподаю, химию, именно так, как они захотят это смотреть, чтобы в этом был какой-то смысл образовательный. Жақсы, рахмет. Ал бұл идеяңызға мектеп басшылығы қалай қарады? Администрация школы, коллеги, ученики, родители, все поддержали меня, они высказывали свои слова поддержки, очень радовались моим успехам, сами помогали в распространении видео, поэтому большое им спасибо за поддержку. Жақсы. Неліктен жапондық анимациялар таңдалды? Дело в том, что я сам с детства люблю смотреть японскую анимацию. Это и классические полнометражные фильмы Хаяо Миядзаки, Макото Синкая. Ну и, соответственно, то, что когда-то мы начинали смотреть, это покемоны, Sailor Moon, Наруто. Вот. Это то, что я люблю смотреть в свободное время. Современные дети тоже его смотрят, поэтому получилось очень быстро найти общий язык. Болашаққа қандай жоспарлар бар енді? Басқа да мультфильмдерді пайдаланып, сабақ өткізу ойыңызда бар ма? Так как химия – это предмет прикладной, то есть там очень важно наличие практических работ, я вот планирую снимать практические работы, также объяснять интересно, ну и в планах в этом году сделать все еще на казахском языке. Бізбен байланысқа шыққаныңызға рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сізге де рахмет, сау болыңыз. Көрдіңіздер, Ұлан мұғалімнің қазіргі TikTok'ында 758 мың оқырманы бар екен. Технологияның дамыған тұсы, көрдіңіздер, видеоның сыртында өзгеше бір қылық істеп не істеп деп ойлаған шығарсыздар. Негізі рэп арқылы да сабақ түсіндіреді екен, TikTok арқылы да сабақ түсіндіреді екен. Жомарт мырза, қазіргі уақытта осындай жаңашылдықтар бізге керек па? Әрине керек. Әрине керек. Бұл енді қазір қашықтан оқытумен байланысты, бұл аса дамып келеді деп ойлаймын. Әрине өте көп біздің елімізде осындай шығармашыл мұғалімдер, осындай тәсілдер міндетті түрде керек. Сондықтан тағы да қазір біз бір жоба ойластырып жатырмыз, ол цифрлық мұғалім деп аталады. Ол цифрлық мұғалім жобасы осы нақты, осы қашықтан сабақ беру, және міне кім әріптесім айтып отқандай, тек қана өз мектебінде ғана балаларға білім бермей, басқа мектептерден де балалар қосылып, мықты мұғалімдерден осы сабақтар алу, ол өте тамаша нәрсе деп ойлаймын. Нұрдәулетке сұрақ қойып. Нұрдәулет, ағылшын пәнінің мұғалімісің, жалпы пандемия кезінде жаңа тақырыпқа қайтып оралайық. Ұлттық бірыңғай тестілеуге балаларды қайтып дайындадың. Осындай әдістер, қандай әдістер қолдандыңыз? Жалпы осы пандемия туралы айтып кетсем, біріншіден пандемия жалпы мұғалімдерге емес, жалпы адамзат өміріне өзгеріс алып келді деп толық сеніммен айтуға болады. Өйткені өзіміз мұғалім ретінде де жалпы мұғалім емес, басқа сала мамандары да мысалы пандемия арқылы мысалы өздері сол бір жағдайдан шығуға тырысты. Әрқайсысы мысалы жұмысты үйде жасауға, яғни уақытты тиімді пайдалануға үйренді деп айтуға болады. Дәл сол сияқты мұғалімдер де, мысалы жаңа әріптесім Сарвардың айтқан сөзіне қосымша айтып кеткім келіп тұр. Мен де мысалы бүгінгі таңда ерекше тәсілдеріңіз бар ма ағылшынды үйрететін?
ағылшын тілін үйретесіз ба деп хабарласып жатқан басқа мысалы бәрі сұранысқа мектептен ие біздің мұғалімдердің. Барлығының төс белгісі бар. Үздік ұстаздар, үздік мұғалімдер. басқа мектептен хабарласып жатқан өзіміз де таң қаламыз. Біріншіден әрине ұсыныс білдіріп жатқаныңызға рахмет деп мысалы өзіміздің ойымызды айтамыз. Бос уақытта мысалға әрине сабақ беруге тырысамыз. Көмектесіп, үйіне барып оқушылардың үйретесіздер, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайсыздар. Иә, үйіне бару мысалы бүгінгі таңда міндетті емес, өйткені жаңа біз айтып жатырмыз қашықтықтан деп. Үйде отырып ақ үйрете бересіз. Үйретуге болады. Иә, мысалы мен өзім жазды күннің өзінде, мысалы демалыс уақытының өзінде шәкірттерім болды. Осылай қашықтықтан оқытқан шәкірттерім болды. Ол ата-аналардың қалауымен, сұранысымен қашықтан отырып сабақ берген. Сіздің оқушыларыңыз қай жаққа оқуға түсіп жатыр, ағылшын тілін меңгеріп? Менің оқушыларым мысалы алда Турцияда білім алып жатыр, Назарбаев университетінде білім алып жатыр. Кейбір мен негізінен өзімнің жұмысымды колледжден бастағанмын. 2,5 жыл колледжде істедім. Менің яғни ұстаздық жолымды жалғастырып, бүгінгі таңда мектептерде ұстаз болып жатқан шәкірттерім де бар. Кішайға сіздің ізіңізбен келе жатыр екен мына жігіттер. Әйгерім ханым, сіздің де алып қосарыңыз бар сияқты, ерекше тәсілдеріңіз бар сияқты. Ерекше тәсіл болғанда, мынау пандемия жағдайында тығырықтан шығуға бәріміз тырыстық. Менің тығырықтан шығудағы жолы, мен Инстаграм парақшамды, жаңадан кәсіби Инстаграм парақшамды аштым да, қазіргі таңда мұғалімдерге және жоғарғы сынып оқушыларына эссе жазуды үйретудемін. Онлайн форматта, бірақ тұрақты оның мысалы айына мен 2 рет немесе 3 рет өткізем деген шарт жоқ, себебі кішкентай үйде бүлдіршінім бар. Сондықтан әлеуметтік желіде салып хабарласады. Оқырмандарымыз Zoom платформасында өткізіп отырамын. Оған Қазақстанның түпкір-түпкірінен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, бір қызығы музыка пәні мұғалімдері, орыс тілінің мұғалімі, бастауыш сынып пәні мұғалімдері қатысады. Себебі олар заманға, талапқа сай болғылары келеді. Қазақ тілін үйренеді сізден? Қазақ тілін емес, эссе жазуды үйренеді. Себебі эссе жазу қазіргі таңдағы тренд дейміз ба, 2016 жылдан бастап оқушылар 11 сыныпта шығарма жазбайтын болды ғой. Эссе жазу керек болды. Ал эссені жазу, және оны үйрете алу, ол ұстаздарға ең алдымен қиындық тудырды. Содан бұл проблемаға келгеннен кейін осы мәселеге әлеуметтік желіні ақтара бастадық әріптестерімізбен. Содан одан шығудың жолын іздедік. Министрліктен әдістемелік нұсқаухатта бір көмек ретінде 2 эссе берілген екен. Алғашқы мені сүйенгенім сол болды. Содан қалай екен, талдау эссе дегенне, салыстыру эссе дегенне әлі есімде, онда Қодар мен Қамқаға байланысты Мұхтар Әуезовтің Абай жолындағы, яғни Қодар мен Қамқаға қатысты пікір айту керек, және Құнанбайдың образын ашу керек, 2 түрлі. Содан оқып, талдап, ол жерде құрылым кестесі де берілген екен. Содан әріптесім екеуміз, қазір бірге істейді, Түсіпханова Бану Аманқызы екеуміз электронды түрде әдістемелік оқу құралын жасадық. Одан кейін вариативті курс жазылды талапқа сай. Ол Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының сараптамалық кеңесінің оң шешімін тапты. Содан кейін тәжірибе жүзінде ол жүргізілді мектепте. Араға 3-4 жыл салып, сол кітап болып шығып, биыл тағы да Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясында сараптамалық кеңесінің Ұлттық білім академиясының оң шешімін тапты. Еңбектеріңіз жана берсін дейміз. Көп рахмет. Осы ретте айтып жатады ғой, ұстаздардың дәптер тексеруден қол тимейді. Мектепте жұмыс істейді, үйге тағы дәптер тексереді деп сол рас па? Оның басқа тәсілі де бар. Мысалы, дәл осы вариативті курста біз арнайы дәптер жасадық, иә? Сол дәптердің соңына оқушы өзін-өзі бағалайды. Эссесін жазды ғой, сосын өз-өзіне бал қояды, өзін-өзі бағалайды, соңында менің кері байланысым болады. Әркім өзіне 5 қойып алмай ма? Жоқ, ол жерде шкала тұрады ғой. Мысалы, тезисті дұрыс анықтадым деп ойлаймын, 1 балл. Аргументті дұрыс таптым деп ойлаймын, 1 балл деген сияқты. Содан кейін мен оның балын көріп шығамын да, оның кері байланысын қараймын, және өзімнің кері байланысымды жазамын. Бұл өте жақсы, бала өз-өзін бағалай білу керек. Жаман оқушы жоқ қой. Ақбөпе қазір дәптер тексеруден ұстаздар жалықпайды. Дәптер тексерген үшін жаңа айтып өтті, қосымша ақы төленеді. Қайта ұстаздар қазір бар ынтасымен тексеретін шығарсыздар дәптерді. Оқушы өзі тексеріп көмектесіп береді ғой мұғалімге бір қарағанда. Біздің тәсілді қолданса әрине. Толықтырып кетсем болады. Жалпы дәптер тексеру деген бүгінгі таңда да әлі бар, бірақ бізге жаңартылған бағдарлама, әріптесіміздің айтып жатқаны, жаңартылған бағдарламаның үлкен бір үлесі
бүгінгі таңда біз бұрынғы дәстүрлі форматта емес, жаңартылған бағдарлама. Бұл жерде бала өзі білім алуға ұмтылады. Мысалы, баға алу үшін емес, 4-тік баға или 5-тік баға алу үшін емес, яғни білім алуға. Өйткені біз балаларды күнделікті бағалаймыз, бір балмен, қазіргі таңда бір балмен 10 бал жүйеде. Бірақ бізде нақты критерий бар бағалауға. 4-5 қазір жоқ. 4-5 қазір жоқ. 10 деген бағалады. Иә, бізде бір бөлім бойынша бағалау бар. 1.90-да 2 рет болатын, сосын 90 бойынша бағалау бар. Ол жерде бұл жаңартылған бағдарламаның бір жақсы жері, мен өзім мысалы сол жаңартылған бағдарламаны қарсы болған ұстаздарымыз көп болды біздің негізі. 90-80% ұстаздарымыз ең алғашында қарсы болды, қарсылық білдірді. Бірақ бұл жаңартылған бағдарлама баланың білім алуға өздігінен, яғни білім алуға, немесе білім үшін, баға үшін емес, білім үшін оқуға деген талпынысын оятады. Бұрынғы кезде ол жасырын емес қой, өзіміз де бала болдық мысалға, баға алу үшін 4-тік емес 5-тік алу үшін оқитынбыз. Ал қазіргі таңда бала мысалы сол білімін дәлелдеуге тырысады. Жаңа әріптесіміз айтқандай, яғни критерий тұрды ғой мысалға. Мен осы нәрсені жасай алдым, мысалы оған плюс алады. Яғни ол деген сөз өзінің бағасы. Жомарт аға сұрақшы, жаңартылған оқу жайында жайында. Жаңартылған оқу қазіргі оқушылар қалай қабылдап жатыр? Ұстаздар арнайы біліктілігін арттырып жатыр ма? Әрине, бұл өте дұрыс сұрақ. Жаңартылған білім мазмұнына біз толық көштік. 2016 жылдан бастадық. Мұғалімдер алдына, әріптестеріміз айтып отыр, оны қиын қабылдан деді. Қазір барлығы курстардан өтті, барлығы үйренді. Енді курстар бойынша айтсақ, қазіргі таңда 70 мыңнан астам бізде осы жылы ұстаздар, педагогтер өз біліктілігін арттырады. Соның ішінде қазіргі кезде, қазіргі жағдаймен байланысты көп мәнді IT құзыреттілік арттыруға және ұстаздардың пәндік білімдерінің деңгейін көтеруге осы курстарға мән беріліп отыр қазіргі кезде. Бірақ ұстаздардың жұмысы көбейгені, қиындағаны жасырын емес қой? Қазіргі кезде енді қағаз басшылықтан бізде 130 бұйрық бар, сонда нақты белгіленген қандай міндетті түрде ұстаз қандай құжаттар жүргізу керек екен, ол қағаз басшылықтан енді азайтады оны. Сонан кейін міне жаңағы заң бойынша айтсақ, педагог мәртебесі туралы заңында белгіленген педагогтың кәсіби қызметіне тән келмейтін жұмыстардан босатылды, тексеруден босатылды. Ол енді әрине қоғамдық жұмыстардан босатылды. Мұғалімдер бұрынғыдай залдарды толтырып, жиналыстарға бару, ондай жоқ. Жоқ, ондай жоқ. Ондай болып жатқан жағдайда кімге шағымданады ұстаздар? Егер қоғамдық жұмыстарға жұмсап жатса, әрбір өңірде осы білім беру саласын енді бақылау департаменттері бар, білім беру басқармалары бар, соған жүгінуге болады. Міндетті түрде оны байқап, әрине бір шағым шығарады. Ондай фактер бар ма бүгінгі күні? Ондай енді фактер түсіп жатады. Әрине, әрбір түскен шағым бойынша ол қарастырылады. Және егер ол нақтыланса, әрине ұстаздың құқы қорғалады. Қорғалады. Сарвар сөз сұрап отыр. Жаңартылған білім беру мазмұнын толықтырып кетейін деген. Мысалы, бізде бұрынғы дәстүрлі сабақ бойынша мынандай қағида болады. Мысалы, 2 оқушыны алатын болсақ, бір оқушы жауап береді, оған 5 қояды. Тура сол нәрсені екінші оқушы егер қайталап дәл солай айтып беретін болса, екінші оқушыға отыр сен 4 деп айту мүмкін. Яғни 2 оқушы бір нәрсені айтып берді, оқушының көңіл күйі түсіп кетеді. Мен ана оқушы жауап берген нәрсені қайталап дәл солай айта алдым, бірақ менің бағам неге 4 деген сияқты. Ал қазіргі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқушы мұғалімге не үшін маған 3, не үшін маған 4 деген сұрақ қоя алмайды. Өйткені оның нақты қадамдары бар. Жаңағы алдын ала тапсырма берілген кезде критерий қойылады. Сол критерий бойынша, мысалы, бірінші оқушы нені орындаса, соған неше 1 балл алады. Екінші тапсырманы орындай алды ма, екінші ұпайды алды. Тура солай, егер оқушы сол қадамдардың бәрін орындай алса, оқушы нақты бағасын алып тұр. Оған мұғалім де қарсылық таныта алмайды, оқушы да қарсылық таныта алмайды. Ал енді дәл сол критерийдің, мысалы 5 критерий деп алатын болсақ, соны 3 критерийін орындаған оқушының бағасы сәйкесінше өз бағасын алады, ал толық критерийдің барлығын орындаған оқушы өзінің тиесілі бағасын алады. Бұл жерде яғни оқушы тарапынан да мұғалімге қарама-қайшы пікірлер туындамайды деген сөз. Электронды күнделік деген шықты. Шет ауданынан келдіңіз ғой. Ауылдағы мұғалімдерге қалай интернет аздау жерлерде бұл да қиыншылық тудырып отырған жоқ па ұстаздарға? Енді мен аудан орталығындағы мектепте жұмыс істеймін ғой. Сондықтан бізде ешқандай
желі бойынша ешқандай қиындық жоқ. Ал үйінде ноутбугі жоқ, планшеті жоқ оқушыларға білім бөлімі тарапынан берілген болатынды. Жағдайлар жасалды. Күшай ағамызға сұрақ қойық. Аға, жаңартылған білім сіздің көңіліңізден шыға ма? 40 жылдан аса тәжірибеңіз бар. Бұрынғы дұрыс пе, жоқ әлде қазіргі қалай? Жаңартылған білім көңілден негізіне шығады. Ол енді қазіргі бет бұрысымыз жақсы да. Қайткенде жаңарту керек екен, түсінікті болды, жаңартылып жатыр. Бұл жағынан енді менің айта беретін нәрсем, әдістемелік жағынан болғанда біздің жаңғыртылған біліміміз өте орынды болды, әдістемелік жағынан. Ал кей пәндер тұрғысынан болғанда мазмұн да қолайлы жағдайға келіп отыр. Мен өзім үйрететін математика пәні үшін бір келіспейтінім, математика пән бұрынғы мазмұн сол қалпында қалып отыр. Бұрынғы әдістеме мұғалім балаға білім беру керек. Мұғалім айтып үйретуге тиісті. Қазіргі мазмұнды оқушы өз бетімен игеру керек. Өз бетімен игеру дегеніміз не? Оған сәйкескен мазмұн беру керек. Мысалы, математика пәнінде сынып жоғарылаған сайын мазмұн күрделі. Бала өз бетімен игеретін мүмкіндік жоқ. Бұл енді қаншама жыл жалғасып келген кемшілікте, енді осыны жоюға бағытталған әрекеттер болуға тиісті деген дәл осы математика бағытына білім министрлігіне дейін айтып жүремін. Министрден бастап ол құптайды, оны жүзеге асыруға тиістіміз дейді, бірақ дәл бүгінге дейін жүзеге сонша бір жақсы аспай отыр. Математика пәні тұрғысынан. Әсіресе жоғары сыныптарда, мысалы енді қоғамдық бағыт деген бар, жаратылыстану бағыты деген бар. Бұл екі бағытта жаңағы математика пәні әртүрлі сағаттармен өтіледі. Бірақ ондағы тақырыптар, бағдарлама, жүктеме бірдей. Енді осы сияқты әлде жөндейтін нәрселер бар. Кейбір әлсіз тұстары бар. Шіркін реттесе назар аударса дейді. Оны мен реттеледі деп ойлаймын. Реттемейінше біз жетістікке жетпейміз. Күшайға бүгін біз көрермеге сұрақ тастап отырмыз ғой, алғашқы ұстаздарыңыз есіңізде ме деп. Сіз 43 жыл мұғалім болып жүрсіз. Сізге білім берген алғашқы ұстазыңыз есіңізде ме? Әрине есімде. Аты кім? Қисап деген мұғалім болды бірінші сыныпта. Ал бүгінгі мұғалімнің бет бейнесі қандай болу керек? Ұстаз деген оқушылармен қандай қарым-қатынаста болу керек? Жас ұстаздарда тыңдап отыр өзіңізді. Енді қазіргі ұстаздың негізгі міндеті балаға жаңағы білім беру емес, баланы жаңағы үйретудің менеджері болуға тиісті. Ол жаңа үйлестіруші, көмекші, бақылаушы, бағыттаушы деген осындай рөлдерді атқаруға тиісті. Бала өз еркін игеретін сондай. Бұл заман талабы. Өйткені біз қайтуымыз керек. Болашақ қоғамға, мынау өркениетті қоғамға жету үшін біздің шәкірттеріміз шығармашыл, өз бетіменен білім игеріп шыдайтын сондай шығармашыл тұлға болуға тиісті. Жаңа білім сапасын салыстырып өттіңіз ғой, бұрынғы және қазіргі деп. Мынандай сұрақ қойыңызшы сізге. Бұрынғы шәкірттеріңіз қандай еді, қазіргі шәкірттеріңіз қандай? Оқушыларыңыз. Енді айырмашылық жоқ қой. Оқушыларда айырмашылық болмайды. Ал білім жаңағы беруге байланысты, әдістеме жаңғырып жатқанына байланысты, енді қазіргі шәкірттерде көбінесе жаңағы шығармашылық, өз бетімен ізденушілік деген сияқты жағы артығырақ. Жақсы. Осы тұста алдыңғы сұрақты мен Нұрдәулетке қойған кезде Ақбөпе, балаларды пандемия кезінде ұбт-ға қалай дайындадың деп сұраған болатын. Осы сұрақты Сарварға қойым кеп тұр. Қалай дайындадыңыз? Мен енді оқушылар дайындаған кезде әсіресе әр нәрсені басынан бастау керек деп ойлаймын. Мысалы, дайындық болғаннан кейін ұлттық бірыңғай тестілеу дейміз, оқуға дайындық. Әрине ол тек 11-ші сыныпты бітіріп жатқан оқушыға тек 11-ші сыныптың сұрақтары ғана келмейді. Өтілген сыныптағы 6-шы, 7-ші сыныптағы сұрақтары келу әбден мүмкін. Өйткені сұрақтың деңгейі әртүрлі, ол жерде сұрақтардың соған сәйкес. Мысалы, сіздерге сұрақ қоятын болсам, тарихтың атасы кім десем, сіздер Геродот деп бірде ойланбай айтасыздар. Дәл сол секілді мен де оқушыларға географияның атасы кім деген сұрақтан бастап, 11-ші сыныпқа дейінгі білімдерін басынан бастап осылай реттілікпен сатылай көтеріп, дайындықты солай жүргіземін. Яғни 6-шы сыныпта жалпы географияның өзі 2 салаға бөлінеді.
физикалық география деген бар, экономикалық география. Физикалық географияны біз 6-шы, 7-шы, 8-шы сыныптарда оқытамыз. Яғни Қазақстан географиясы болып аяқталады 8-шы сыныпта, және 9-шы сыныпта экономикалық географияға көшеміз, 10-шы сыныпта, 10 мен 11-шы сыныпта әлем географиясы деген сабақ бойынша біз осылай сатылар бойынша білімді көтереміз. Енді мысалы біз бұрын мынандай тақырыптарды өтетін едік. Мұғалім келетін, мысалы географиядан өзімнің мұғалімді айтатын болсам, сабақта балалар бүгін біз Франциямен танысамыз. Балалар бүгін біз Германияның экономикасымен танысамыз деген сияқты. Ал қазіргі сабақта бала мемлекетті өзі таңдайды. Біз тек мемлекетті қалай талдаудың жолдарын үйретеміз. Қалай мемлекетке сипаттама беру керек, неден бастау керек, немен аяқтау керек деген сияқты әдіс тәсілдермен жаңағы талдаудың жолын туралы айттыңыз ғой. Оқушыларыңыз көріп отқан шығар, ұстаздарыңыз көріп отқан шығар. Сізге бір сұрақ қойыншы мен. Жауап бере алсаңыз. Жалпы әлемдегі тыңдабаңыз. Қай өзеннің суын бір жерге жинаса, Австралияның аумағымен тең болады? Нұсқа жоқ. Өзің жауап беріңіз. Жақсы, енді логикалық сұрақ. Бұл енді салыстырмалы түрде айтайын, екі өзенді салыстырып жауап беруге болады. Әлемде негізі ең ұзын өзен деп алатын болсақ, ол Африка материгінде орналасқан Нил өзені, ұзындығы бойынша. Ал енді бұл жерде Австралияның аумағын толтыру үшін бізге су мол болу керек. Сондықтан әлемде ең суы мол өзен ол оңтүстік Америка материгінде орналасқан Амазонка өзені. Оның 500-ден астам саласы бар. Сондықтан оның су қорын жалпы жинаған кезде су алабы барлық өзендерден асып кетеді. Сондықтан бәрекелді. Үздік педагогты жаңылдырам деп ойладыңыз, Бәрекелді. Төс белгіні бекерге алмаған деген сар бар. Осы ретте тұрғындардың пікіріне назар аударсақ. Қала тұрғындардың? Экранға назар бұрайық. Ұстазыңыз есіңізде ма өзіңіздің? Енді, конечно, есімізде. Ұстазыңызға тілегіңіз, жалпы ұстаздар қауымына қандай тілек тілейсіз? Мұғалімдерге тілейтін тілегім не міне? Жұмыстары жемісті болсын, балаларға жақсы білім берсін. Құқа Боталиевна. Ұстаздар мерекесіне апайыңызға қандай тілек айтар едіңіз? Енді мұғалімдердің барлық дендеріне ең бастысы мықты денсаулық, отбасыларына амандық, әрқашанда осы жұмыстарына табыс, тек еңбектердің жемістерін көре берсін деймін. Здоровье, счастье, чтобы никогда не болели и всегда оставались такой же красивой. Туып өскен ауылымда Бақтыгүл апай, ол кісіге зор денсаулық тілеймін, және шығармашылық табыс, әрқашан қызыққа толы өмірін жалғастыра берсін. Балдарға білім беретін мұғалімдер жасасын, денсаулықтары мықты болсын, балдарының алдында аман жүрсін. Потому что учитель вечная профессия, как это древнейшая. Дай Бог им здоровья. Рахмет. Біз де осы тілекке қосыламыз, осындай жақсы тілекке біз де қосыла отырып, бағдарламамыздың аяқталуына аз уақыт қалғанын сіздерге ескертеміз. Және 30 секундтан өздеріңіздің тілектеріңізді әріптестеріңізге, ұстаздарыңызға білдіруге болады. Ал лебіздеріңіз сіздерден бастайық онда. Жақсы, мен қазір қызмет етіп жатқан Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан номер 57-ші орта мектебінің барша ұстаздарына ұстаздар мерекесі құтты болсын деймін. Және өзімді білім алған мектебім Шымкент қаласындағы номер 113-ші мектептің барша ұстаздарына, маған білім берген, тәрбие берген, сынып жетекшіме, барлық пәндерден сабақ берген ұстаздарыма, және бүкіл еліміздің Қазақстандағы қызмет етіп жатқан, елге қызмет етіп жатқан барша ұстаздарды ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әйгерім ханым. Мен енді өзімнің ұстаздарымды атап өткім келеді. Ерекше Ермекүл Қалықбайқызы менің алғашқы ұстазым, одан кейін жалғаған Жұқанова Гүлшара Шаукейқызы, математика пән мұғалім сынып жетекшім Құтжанова Шолпан Жұматайқызы, қазақ тілінің сара жолын маған ерекше сіңіріп берген Әбдірахманова Манап Қарашолақ қызына алғысымды білдіремін. Гимназия сыныбына мен қызық оқиға болып университет деп бір мектептен бір мектепке ауысқан болатынмын. Сол кезде мені қабылдаған 26-шы қылып қабылдаған Райза Жотабаевнаға көп рахмет. Мектебіме сәлем, Жабыл Ақылбаев мектебіне. Барлық мұғалімдің есімі есіңізде екен, Нұрдәулет. Құрметті қазақ елінің ұстаздары, сіздерді осы үлкен жауапкершілік пен төзімділікті талап ететін білім саласында жүргендеріңізді мен үлкен ризашылық білдіремін. Және бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Ал Күшайға өзіңіздің сөзіңізбен қорытындыласақ. Бір секунд дейді. Мен үйдегі мамама ерекше алғысымды білдірем. Ол кісі 80 жасына қарамастан менің кішкентай 4 бүлдіршінімді асырап бағып, менің үздік педагог болуыма ерекше ықпал еткен. Мені көріп отырған әкеме алғыс,
Біздің атымыздан да алыңыз. Рахмет сіздерге. Анама. Мен қазіргі еңбек етіп отырған коллективім Айтжан Ерімханова бастаған Астана қаласының нөмірі 66 мектеп лицейінің барлық ұжымына мерекелік сәлем жолдаймын. Сонымен қатар өзім Астанада көп жыл бірге істеген Зерде нөмір 9-шы Дарынды балалар мектебінің ұстаздарына да мерекелік сәлем жолдаймын. Мұхтар Әуезова ұстаз ұлы есім деп мұғалімдердің мәртебесін айқындап кеткен. Енді ұстаз ұлы есім екенін айқындап бергені анық. Енді бағдарламамызды аяқтамас бұрын 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар, оны айтатын Жомарт мырза. Рахмет. Көптен көп рахмет. Бүгін андай мерекелік шараға шақырып, осы әріптестеріммен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Барлық ұстаздарды министрліктің атынан тағы да бір рет құттықтаймын осы келе жатқан мерекемен. Және де айтқым келеді, министрлік тарапынан акция басталды, челлендж. Ол өз ұстазыңды құттықта деген. Сол акцияға белсенді қатысыңыздар, ұстаздарыңызды құттықтаңыздар. Рахмет. Мақын Мағжан Жұмабаев алты алаш түгел бас қосқанда төр ұстаздікі деп ұстаздарға деген құрметтің ерекше болуын көздеген екен. Енді бізде ұстаздарға шәкірттеріңіз адақтарыңызды шығарып абыройларыңызды арттырсын деген тілек айтамыз. Және де біз бағдарлама басында көрермендерге сауал жолдаған едік. Алғашқы ұстазыңыз есіңізде ме деп. Иә дегенге 76% жауап берген, жоқ дегенге 24. Демек, бүгінгі біздің хабарымызды көрген көрермендердің көпшілігі алғашқы ұстаздарын біледі. Ұстазын ұмытқандар да бар екен ғой, Бар екен. Осымен тамам. Келесі аптада жүздескенше аман болыңыздар.